Қалай аз уақыт ішінде жамбасымызды көтеріп дөңгелетеміз? Сәлем қыздар, сізбен бірге бота фитнес назарыңызға отыру, яғни приседания жаттығуларына арналған 3 бөлімнен тұратын сабақтар комплексін ұсынамын. Қалған бөлімдерді өткізіп алмас үшін арнама тіркеліңіз және қоңыраушаны басыңыз. Бүгін біз сіздермен бірінші бөлімде отыру жайлы жалпы ақпарат алатын боламыз. Қандай бұлшықеттер шынығады, нәтижесінде не көреміз және әйелдер денсаулығына қандай пайдасы бар. Осы сауалдарға мен сіздерге жауап беретін боламын. Ал сіздерден лайк және де пікір. Олар маған шабыт сыйлайды. Ендеше go! Әуелі отыру жаттығуы қандай бұлшықеттерді шынықтыратынына көз жүгіртіп шығайық. Отыру аяқ жамбасты жаттықтырып, сан рельефін әдемі ететін ең мықты жаттығу. Оны фитнес мақсатқа тәуелсіз барлық шынықтыру комплекстарына қосады. Себебі отыру ең эффективті негізгі, яғни базалық жаттығулардың бірі. Егер техниканы сақтап орындаса, ол біздің барлық ағзамызды мықты етеді. Отыру жаттығуының дұрыс техникасын мына видеодан міндетті түрде көріп алыңыздар. Әйел денсаулығына пайдалары жайлы сөйлесейік. Қан айналымды жақсартады, демек қан тамыр жүйесін нығайта түседі. Метаболизмді реттеуге көмектеседі. Ал ол өз алдына шығару жүйелеріне оң әсер береді. Кіші жамбас аймағында қан айналымның артуы репродуктивті жүйенің қызметін жақсартады. Отыру жаттығулары буын және де байламдардың эластикалығын арттырып, шеміршектерді мықты етеді. Тыныс жүйесін дамытады және сүйек аппаратын нығайтып, қарт шақта ортан жілік басы сынуының алдын алады. Отыру жаттығуының сұлулыққа әсері қандай? Қан ағыстың артуы қыздар жасушаның қоректенуін жақсартады. Қан оттегіге көбірек қанып, нәтижесінде тері едәуір қатты, тартылған әрі сау түске ие болады. Мүсін, яғни осанка дұрысталып, арқа нығая түседі. Ал жүрісіміз сенімді әрі әдемі болады. Көптеген қыз-келіншектер целлюлитпен күресте осы отыру жаттығуының пайдасын байқайды. Яғни жамбас санның ішкі бетіндегі артық килограммдардан құтылудың жолын осы отыру жаттығулары ашып береді. Жамбасты тартып, аяғымызды сұлу ете алады ма? Әрине, иә. Себебі нақ осы мақсатта жасалынатын жаттығудың негізгісі осы отырулар. Және қыздар, отыру төзімділігімізді арттырады. Ал ол өміріміздің барлық саласындағы ең құнды қасиет. Міне қыздар, отыру жаттығуы осындай тамаша пайдаларын береді екен. Алайда кейбір сырқаттарға ие қыз-келіншектерге бұл жаттығуды жасауға болмайды. Қарсы көрсеткіштер радикулит, варикоз, остеопороз, буын қабынулары және де гипертония. Сабақ ұнаса, лүпілдетіңіз, комментарий қалдырыңыз, ол маған ерекше қуаныш сыйлайды. Келесі сабақта кездескенше аман сау болыңыздар.